Қызылордада әнші Батырхан Шөкеновке арналған фотокөрме ашылды. Қазақ және Ресей эстрадасының жарқын жұлдызы болған өнер иесінің бұрын соңды жарияланбаған суреттері көпшілік назарына ұсынылды. Отан ана әнімен миллиондардың жүрегін елжіреткен Батырхан небәрі 52 жасында өмірден өтті. Қазақтың дарынды әнші сазгері өнер жолында өшпес мұра қалдырып, оның қоңыр дауысы әлі күнге дейін ел жадында. Туған жері Сыр өңірінде есімі ұлықталып, белгілі фотограф Николай Постников әншінің 40-қа жуық фотосын өңдеп шығарған және эксклюзивті кадрларында көрмеге қойды. Тағылымды шараның ашылуына Батырхан Шөкеновтың замандастары, ағайын туыстары, өнер сүйер жастар қатысты. Фотокөрме 18 мамырға дейін жалғасады. Эти фотографии были... Бұл сирек фотолар соның 1983 жылы Джулия кинотуындысын әзірлеу барысында жасалған. Николай Постников сарайынан ескі пленкаларды тауып алып, оларды қайта өңдеп, Батырханның еш жерде жарияланбаған 20 суретін шығарып отыр. Басқа да фотоларын әрлеп, жаңа қырынан көрсетіп, көрмеге қойған. Біздің отбасымыз үшін бұл құнды дүние.